Бесінші сабақ көп таңбалы сандар арифметикалық амалдар қолдану. Бірінші кестені оқып сандарды дөңгелекте. Бірінші миллионға дейін, миллион деген 5 миллион 459 мың 28. Яғни миллионын дөңгелектейміз. Миллионнан кейін бізде 4 деген сан бар. 4 деген саным, яғни алдыңғы сабақтарда айтқанбыз, 0, 1, 2, 3, 4 деген сан кездессе, 3, 4 өзгеріссіз болады. Өзгеріссіз жазылады. Ал егерде 5, 6, 7, 8, 9 деген сан кездессе, плюс 1 сан қосылатын. Яғни бізде 5-тен 4 кездесіп тұр, демек ешқандай сан қосылмайды. 5 миллион деп дөңгелектеп жазуға болады. Келесі саным 2 миллион 803 мың 263. Яғни миллионымыз біздің 2. 2-ден кейін бізде 8 деген сан кездесіп тұр, яғни 8 деген сан кездессе, сол алдындағы қосылып тұрған санға 1 сан қосылады. Сонда 2 миллион деп тұрған 3 миллионға дейін жоқ дөңгелек деген болып есептеліміз. Мына жерде де дәл сондай 2-ден кейін 6 кездесіп тұр, яғни алдына 1 сан қосылады. Бұл да 3 миллион болып есептелінеді. 5 миллион 623 мың 387. 5-тен кейін 6 кездесіп тұр, демек 5-ке 1 сан қосылады, демек 6 миллион болады. 2 миллион 889 мың 156. 2-ден кейін 8 кездесіп тұр, демек 2-ке 1 сан қосылады, 3 миллион болады. 2-ден кейін 7 кездесіп тұр, соңғысында, демек дөңгелектеген кезде 2-ге 1 сан қосылады, бұл да 3 миллион болады. Кетті, келесі жүздік мыңдыққа дейін. Жүздік деген сөз ол міне 5 миллион 400 деген сөз. Мен қызыл цвет алайын бұл жерде. Міне қызылмен қоршап қойайын, міне жүздігі. Жүздік мыңға дейін. Яғни 4-теке 5 кездесіп тұр, бізде 1 сан қосылады. Демек 5 миллион 500 болады. Қалған дөңгелектейміз. Мына жерде 8 деген сан жүздігі. 8 деген 0 кездесіп тұр, демек 2 миллион 800 болып жазыла береді. Себебі 0 болғанда ешқандай сан қосылмайды. Мына жерде 6 дегеннен кейін 5 сан қосылады, демек 5-тен 6-ға 1 сан қосылғанда 6 7 болады. 2 миллион 700 болады. 2 миллион 700 болады. Мына жерде 5 миллион 623 болса, мына 6-дан кейін 2 деген сан кездесіп тұр, демек 5 миллион 600 деген сан болады. 8, мына 8-ден кейін 8 кездесіп тұр, демек 2 миллион 900 болады. 8-ге 1 сан қосылып кетеді. Келесі 7. 7-ден кейін 3 кездесіп тұр, демек ешқандай сан қосылмайды, өзгеріссіз 7-нің өзі жазылады. Сонда 2 миллион 700 күйінде жазылады. Келесі есеп 5 миллион, яғни 10-дық мыңдыққа дейін. 10-дық мыңдық деп отырған мына. 5-тен кейін бізде 9 сан кездесіп тұр, демек 9-ға 5-ке 1 сан қосылады. 54 өзін жазып қойымызда 5-ке 1 сан қосылса 6 деп қалғанын 0 қылып жазамын. Сонда 5 миллион 460 болады. Мұны 0 тұр. 0-ден кейін 3 кездеседі, демек 2 миллион 800 күйінде қалады. Одан кейін біз жерде 2 миллион 655 мың. 5-тен кейін 5 кездесіп тұр, демек 5-ке 1 сан қосылады. 2 алтын жазамда 5-тің орнына 6-мен алмастырып қалған 0-мен айналдырасам. Сонда 2 миллион 666 мың болады. Одан кейін 8. 8-деге 9 кездесіп тұр. Мына жерде 2 кездесіп тұр, 2-ден кейін 3 тұр. Демек 5, 6 жазылады, 2-ні өзі күйінде жазып қалған дөңгелектеп жіберемін. 5 миллион 620 мың болады. Одан кейін 8-ден кейін 9 кездесіп тұр, 8-ге 1 сан қосып кетеді. 2 миллион 890 мың болады. 3-тен кейін 4 деген сан тұр. Ешқандай сан қосылмайды. 2, 7, 3-тің өз күйінде 2 миллион 730 мың болады. Қосылыштарға қосамын 52 мың 369. Демек бұл 50 мың, қосылған 2 мың, қосылған 300, қосылған 60, қосылған 9. 125 мың 500. 120
125 мың деген разряд 100 мың қосылған 20 мың қосылған 5 мың қосылған 500. 409 мың 210. 400 мың 9 мың қосылған 200 қосылған 10. 14 мың 3. Демек бұл 10 мың қосылған 4 мың қосылған 3 бірлік. 200 125 мың. 200 мың 125. 200 мың бөлек жазамын. 100 мың 20 және 865 мың 7. 800-ді бір жазамын. 60 мыңды бір жазамын. Қосу болады арасында. Және 5 мыңды бір жазамын. Қосылған 7-ні бір жазам. 10 мың 1000 120 қосу 3. 120 мың 329. Бұл дегенің 100 мың 20 мың қосылған 329 қосылған 9 болып тұр. 100 мың 365. 100 мың қосу 300 қосу 60 қосу 5. Келесі 405 мың 102. 405 мың 100 мың және 2. 235 мың 140. Тең 230 мың 5 мың 100 мың және 40. Соңғысы 180 мың 180. 100 мың 80 мың 100 мың және 80 мың. Жақсы. 52 мың 368 десем, бірден кем. Бет жазайыншы, 52 мың 369. Бізге берілген осы сан ғой. Бір сан кем және бір сан артық дейді. 52 мың 370 болады сонда. Біреу бір сан кем, біреу бір сан артық болып тұр. Түсінікті деп ойлаймын. Дәл солай қалған солай өздеріңіз жазыңыздар. Бірнешеуін жазып көрсетейін. 125 мың 501. Бір сан кем болса 125 мың 499. 409 мың 210. 409 мың 211 болады. Бір сан кем болса 409 мың 209 болады. 14 мың 3. 14 мың 4 болады. 14 мың 2 болады. 200 125. 200 мың 125. 200 мың 126 болады. 200 мың 124 болады. 865 мың 7. 865 мың 8 бір санға үлкейеді. 865 мың 6 бір сан 23 болса, бір санға кемісе 111 мың 122. 11 мың 122 бір санға артық болса 11 мың 124 болады. 8-ден 3-ті азайтамын. 5. 8 мыңнан 3 мыңды азайтамын. Дәл солай 8-ден 3-ті азайтсам 5 екен білем. Артына 3 нөлді тіркей саламын. 60-ты қосамын 20-ға. 6-ға 2-ні қоссаң 8. 0 тіркей салам. Енді 60 мыңға 20 мыңды қосамын. Сол сияқты 6-ға 2-ні қоссам 8 екен. Және 0-дер тұрған кезде қалған 0-ді
5 нөлден болса, сол 5 нөлді тіркей саламын. То есть 4 нөл. 80 мың. 900-ден 400-ді азайтам. 500 болады. Енді 900 мыңнан азайтам 400 мың. 9-дан 4-ті азайтсақ 5 екенін білдік. Және нөлдер бізде тең бе тең, яғни 5 нөлі бар екен, сосын 5 нөл тіркей салам. Келесі 9 бірліктен 4 бірлік азайтсақ 5 бірлік болады. 9 мыңдықтан 4 мыңдықты азайтсақ 5 мыңдық болады. Жеті жүздіктен 6 жүздікті азайтсақ 1 жүздік қалады. 700 мыңдықтан 600 мыңдықты азайтсаң 1 жүздік мыңдық қалады. 5 ондықты қосамын 2 ондыққа, 5-ке 2-ні 7 ондық. 5 ондық мың қосылған 2 ондық мыңдық. 7 ондық мыңдық қалады. 300-ді қосамын 50-ге, қосамын 9-ға. 359. Разряд бұзық, кешінше жинап атқандай болып тұр. 359-дан 9-ды азайтамын. 350. 359-дан азайтам 50-ді. 309. 359-дан 300 азайтсам 59. Ауызша есептеу болады. 359 азайту 359, яғни 3000 қосылған 500, қосылған 90, қосылған 4 разрядтықтар болған екен. Так, 3594 деп жазуыма болады. 3594-тен 4-ті азайтсақ, яғни бірлікпен бірлік азайтылып кетеді. 3590. 3594-тен 90-ды азайтамын. Бірлігімен бірлігі, ондығымен ондығы азайтады. 4-тен 0 4 болады. Сонда 3504 қалады. 3594-тен 500-ді азайтсақ, жүздікпен жүздікті 94, 3-ті өзін жазамыз. 3094 қалады. 3594 азайту 3594. Бірдей сандан азайтсаң, ондық, жүздік, бірлік, мың. Мына, яғни мына жерді өзгертемін. Сонда осы жерді ғана өзгертсем, қалған алдындағы 2, 7, 2 деген санды жазамындағыны 4-тен кейінгі санға қараймын. 9 деген сан болса, алдына плюс 1 сан қосылады. Демек, 4 нөлні 5 пен алмастырамындағыны, қалған санды 0 мен алмастырамын. Сонда 2.724 деген 2.725 болып жуықталады. Бірлігі, ондығы, жүздігі міне. Бірлік, мыңдығы 5 деген сан. Алдындағы сан көшіп жазам. 18, 39. 5-тен кейін 5 кездесіп тұр, алдына 1 сан қосылады. Демек, 6 қосылады, қалған 3 санды 0 мен алмастырам. 18.395.567, 18.396.000. 18.396.000 болады екен. Бірлік мыңдығы 1 болады, бірден кейін 0 кездессе өзгеріссіз жазылады.
мына бірлігі, мынау бірлік мыңдығы өзінен кейін 3 кездесі, бұл да өзгеріссіз жазылады. Демек 8 мың болып жазылады. Бірлік мыңдығы 6, 6-ге 4 кездесі ешқандай сан жазылмайды, 16 мың болады. Бірлігі 8 болғаннан кейін өзгеріссіз 428 мың болып жазылады. 4900 болады. 84900-дан 500 азайтсаң, 900-дан 500-ді азайтсақ 84400 болады. 126987-ден 20 мыңды азайтсақ, міне 126 мың, сонда 106.987 болады. Одан 80-ді азайтсақ 106.907 болады. 480.900-ді қоссақ 480.900 болады да, оған 2 мыңды қосатын болсақ 482.900 болады. Так, 4 миллион қосатын болсақ 4 миллион 320 мың болды. 320 мыңға 60 мыңды қосатын болсақ 4 миллион 380 мың болады. Так, мына жерде 5 миллион, 7 миллионнан 5 миллионды азайтатын болсақ 2 миллион 480 мың болып тұр. Енді 400-ді азайтатын болсақ 2 миллион 80 мың болады. 80 мың. Мына жерде елу 6.700-ден 6 миллионды азайтатын болсақ 50 миллион 700 болады. Одан азайтамын 300 мыңды 50 миллион 400 мың болады. 300 қоссаң 18300 қосылған x тең 20 мың. Яғни 18300-ге нешені қоссаң 20 мың болады. Демек азайтамын 20 мыңнан азайтамын 18300-ді. X тең болады 107.700 болады. Өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Екіншісі 75.900. Азайтам y 45 мың қосылған 5 мың. 75.900 азайту y 45 мыңға 5 қоссақ 50 мың болады. Яғни y тең 75.900-ден азайтам 50 мыңды y тең 2 25.900. Қайтадан есепте дейді. 125-ті 5-ке, яғни 125-ті 5-ке қоссақ 130 болады. 1250-ге 50-ді қоссақ 1300 болады. 12500-ге 500-ді қоссақ 13 мың болады. 125 мыңға 5 мыңды қоссақ 130 мың болады.
125 мыңға 50 мыңды қоссақ 175 мың болады. 155 мың 555-тен азайтам 5-ті 155 мың 550 болады. 155 мың 555-тен азайтам 50-ді. Мына жерлер сонда ондықтары 0 болады. 155 мың 505 болады. 155 мың 555 азайтам 500. 100-дігін азайтам. 155 мың 100-дігі 0 болады да, қалған 5 болады. 155 мың 555-тен 50 мыңды азайтсам, 50 мың деген мына жерде де 105 мың 555 болады. Жақсы. Енді өзің ойластыр дейді. Бір мысалдар ойластырайық, оны өздеріңіз шығарасыздар. Жүз жиырма тоғыз 1290 1200 12900 129 мың. Ортаға бір қояйын. Бір есеп. Яғни бірге қосасыздар, 10-ға қосасыздар, 100-ге, мыңға. Келесі дәл осындай есептің кішкене басқаша түрі 1888 мың. Барлығын осылай жазып шығайын. Осы сандарды азайтамыз 7-ге. Осы сандарды азайтамыз. Осы сандарды 8-ге, 80-ге, 800-ге, 8 мың. Өздерін шығарып көріңіздер. Жақсы. 120, 21, 230, 032, 34, 043, 3-дан жалғастырамыз. Яғни 3 пен 4 қатар кеп тұрса, енді 4-тен кейін өсіреді 4, 5, 0, 0, 5, 4 болады. Енді 4 пен 5 кетсе, енді 5 пен 6 емес өсіреді. Бірақ одан кейін 0 тіркейміз, одан кейін 0 зеркальныдан 0, 6, 5 деп қайтадан аяқтаймыз. 5 пен 6 кездессе, енді 6 мен 7. 0 қоямыз, 0 қойып, 7 мен 6. Дәл соқта 6, 7 десе, 7-де 8, 0, 0, 8, 7. Солай жалғастыра береміз. 7 мен 8 болса, 8 мен 9 деген сияқты жалғастырамыз. 9-ды 8 деп. Солай бойынша кесте құр және таудың ең биік нүктелерінің өсу ретіне қарай орналастыр. Мұзтау, Ұлытау шыңынан нешеге биік? Нешеге биік? Біріншісі Хан Тәңірі шыңы Талғар шыңынан нешеге
нешеге аласа. Осылай сұрақтар қойып өздеріңіз жүйелеп шығарсаңыздар болады. Зейіндерің ашылсын.